Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз химия курсын жалғастыруды ұйғардық. Осының аясында біз периодтық кестедегі элементтердің негізгі трендтері мен қасиеттеріне шолу жасаймыз. Яғни периодтық кестедегі негізгі нысандардың өзгешеліктері мен айырмашылықтарын талқылай кетеміз. Бүгінгі және болашақтағы біздің қарастыратын негізгі трендтер саны төртеу. Біріншісі ол атомдық радиус бойынша. Екіншісі бізде иондық радиус бойынша талқылау жүргіземіз. Үшіншісі ол элементтердің электрлік тегістірлігіне назар аударамыз. Және де төртіншісі ол элементтер арасындағы металдық қасиеттер арасындағы өзгешеліктерді талқылай кетеміз. Берілген трендтерге анықтама беріп, мысал келтіріп, элементтер арасындағы осы тренд бойынша өзгешеліктерін айқындау бізге өте маңызды. Сонда біз атомдық радиустан бастасақ. Атомдық радиус дегеніміз ол атомдағы ядро мен оның ең шеткі электрон қабатының арасындағы қашықтық болып табылады. Ал енді анықтама бергеннен кейін біз осы атомдық радиусқа сәйкесінше бір мысал келтірейік. Мысал бойынша бізде белгі бір элементтің атомдық құрылысы берілсін. Ол ортасында плюс зарядталған ядромен құрылған, ал осы плюс зарядталған ядроның сыртында бізде ең шеткі электрон қабаты 2 электроннан құрылсын. Сәйкесінше, біздің айтқан анықтамамыз бойынша атомдағы ядро мен ең шеткі электрон қабаты арасындағы қашықтық ол атомдық радиус болып табылады. Яғни, ең шеткі электрон қабатпен осы ядроға дейін белгілі бір қашықтық жүргізе отырып, және де оның өлшемі d деп ескерсек, осы d атты пайда болған біздің өлшеміміз атомдық радиусқа тең болады. Қиындығы ештеңесі жоқ, ол құр математика. Яғни, осы атомдық радиус неге тәуелді деген сұрақ бізде туындауы мүмкін. Сол үшін біз химия мен физикалық химия арасындағы параллель жүргіземіз. Физика заңдылықтары бойынша бізде плюс зарядталған бөлшектердің арасындағы күш кулон күші бойынша анықталады және айқындалады. Яғни кулон күшінің формуласы бойынша бізде F өлшемі, K константасы, RD квадрат, D квадрат, және үстінде бізде Q1 заряд шамасы және Q2 заряд шамасы белгіленіп тұрады. Яғни осы жерде Q1 бізде ядро, Q2 бізде электронның заряды болсын, а D квадрат ол атомдық радиусты көрсетеді. Осы формула бойынша біз бір заңдылықты ұйғарамыз. Яғни күш F шамасы бізде атомдық радиусқа кері пропорционал болып табылады. Яғни күш төмен болса, атомдық радиус үлкен болады. Келесі бір екінші мысал ретінде біз нақты элементтердің атомдық радиусын салыстыра кетейік. Бұл элементтер бір периодта орналасқан және бірінші периодта орналасқан. Яғни бізде екінші мысал бойынша сутек атомы берілген болатын. Сутек атомында бізде білуіміз бойынша және периодты кестедегі атомдық номер бойынша бір протон бар екен білеміз, және сыртқы ең шеткі электрон қабатында бір электрон бар. Гелий атомында периодты кестедегі атомдық номері 2 болғандықтан, оның протон саны 2-ке тең болады, және де ол да ең шеткі бір ғана электрон қабатынан құрылған, бірақ оның сыртында 2 электрон бар. Осы мысалдың негізінде сутек атомы ма, гелий атомында ма атомдық радиус көбірек пе? Осы салыстыру негізінде біз екі атом арасындағы екі сәйкес периодта орналасқан элементтердің атомдық радиусын салыстыра кетейік. Гелий атомында бізде тартылыс күші көп болғаннан кейін, себебі бізде 2 протон бар, бізде атомдық радиус төмен болады. Осының негізінде сутек атомында протонның тарту күші төмен болғандықтан, яғни F өлшемі төмен болғандықтан, бізде атомдық радиус үлкен болады. Яғни осы салыстыру негізінде бізде сутек атомның атомдық радиусы
үлкенірек болып табылады. Келесі бір мысал, бізде бір топта орналасқан, бірақ бір периодта орналаспаған екі сәйкес элементтердің арасындағы салыстыру болады. Яғни бізде мысал үшінші бойынша литий атомы және сутек атомы келтірген. Литий атомда бізде атомдық номер бойынша 3 протон бар екенін білуге болады. Және де сыртында бірінші электрон қабатында 2 электрон бар. Ал ең шеткі электрон қабатында бізде 1 электрон орналасқан. Сутек атомда жаңағы біздің аналогиямыз бойынша 1 протон бар екен, және де бір ғана электрон қабатындағы 1 электрон бар екен ескеру маңызды. Яғни суреттен көріп тұрғаныңыздай, литий атомының атомдық радиусы көбірек. Ол неге байланысты? Яғни бізде осы топтық атомдық радиус заңдылығы бойынша электрон қабаты саны бойынша біз атомдық радиустың қаншалықты үлкен немесе кіші екенін ұйғара аламыз. Себебі литий атомында сутек атомына қарағанда 2 электрон қабаты бар. Демек, электрон қабаттары саны өскен сайын бізде атомдық радиус сәйкесінше өседі. Демек, электрон қабаттар санын n деп алсақ, онда n өскен сайын d да өседі. Демек, литий атомның атомдық радиусы сутектен көбірек. Қорытындылай келе, периодтық кестедегі атомдық радиус трендін ұйғара отырып, ол трендтің период бойынша сол жаққа қарай өсетінін ұйғаруға болады, яғни жаңа сутек пен гелий аналогиясы бойынша. Және де атомдық топ бойынша төменнен жоғарыдан төменге қарай өсетінін ұйғаруға болады. Жалпы тренд осындай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.